Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бала денсаулығы каналы. Бүгін қызылша туралы айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Қызылша өте жылдам таралатын вирусты жұқпалы аурулардың бірі. 5 жасқа дейінгі балалардың өлім-жітімінің 5-ші себебі болып табылады. Жұғу жолы ауа тамшыларымен таралатын жұқпалы ауру. Науқас жөтелгенде, түшкіргенде, сөйлегенде өзгелерге ауа арқылы жұқтырады. Ол бөртпелер шыққаннан кейінгі 4 күнге дейін қауіпті. Ал 5-ші күнгі бөртпелері бар адамдар ауруды жұқтырмайды деп саналады. Белгілері: инкубациялық кезең жұқтырғаннан кейін бірінші белгілері пайда болғанға дейін 7 күннен 14 күнге дейін созылады. Науқастың дене қызуы көтеріліп 38-40 градусқа дейін көтеріледі. Мұрнынан су ағады. Көзі іріңдеп, конъюнктивит, қатты жөтел дамуы мүмкін. Ұрттың ішін қызыл иекті ақ дақ басады. Пятна филатова коплика. Кішкентай балаларда іштің өтуі мүмкін. Ересек адамдар құсады. Мұрыннан қан кету және іш ауруы мүмкін. Ал бөртпе шығу кезеңінде дене қызуы өте жоғары болады. Кезек-кезек бірінші күні бетіне, мойнына, екінші күні денесіне, үшінші күні аяқ-қолдарына шығады. Дуылдап қышиды. Бөртпелердің кезек бойынша шығуы қызылшаның маңызды диагностикалық көрінісі болып табылады. 3-4 күннен бастап бөртпелер қоңырланады. Сонан соң дақтар қалады. Дақтар 1-2 апта бойы сақталады. Не істеуге болады? Көбірек сұйықтық ішкізіп, қызуды басу үшін дәрі беруге болады. Қызылшаның дамуын байқаған сәтте кешіктірмей дәрігерге қаралу керек. Қандай асқынулар бар? Ең көп тараған ортаңғы құлақтың қабынуы, отит, соқырлық, бронхтық пневмония, мойын лимфа түйіндерінің қабынуы, ларингит, энцефалит. Алдын алу. Ең тиімді және сенімді әдіс вакцинация жасау. Ең алғашқысын балаларға 12 айлығында, екіншісін 6 жасында жасайды. Ал сіз балаларыңызды ектірдіңіз бе? Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.